Өзім бүгін осы алдында дайындап документті 2022-ден басталып төленген екен. Мен оның баланың қасында меркеде болған соң, мен бір неге аз төлеп жатсың, неге осындай деген сұрақ болмады. Себебі оның алдында үлкен баланы тартып алам дегеннен кейін балам қолыма келді, оның ақшасы болсын, қанша төлеп жатыр дегенге мен мән беріп, ол үшін дауласпаппын. 2022-ден бастап заңды түрде 20 мыңнан бастап төлеген, 20 мың. Кейін балаға үй алам деп қалаға келгеннен кейін одан сұрай бастадым, алиментті неге осылай төлейсің, осындай дұрыстап төлесең болар еді деп. Оның бар ойы алиментті алып таста, мен саған 100 мың төлейін, былай жасайын, бала үшін жағдай жасайды деп аузымен әдемілеп гүлдеп маған солай сөз беретін, бірақ ешқандай сөз өзінің іс-әрекетімен сәйкес келмейді. Мен алименттің осынша уақыт қанша төлегендерін барлығын жиыстырып қарасам, 20 мыңнан аспаған, 20 мың. Бір кездері бір компанияға орналасқаннан кейін ол бір 4-5 рет, бір 75-115 қана төлеген екен. Онда да бір алимент алып таста деген, ол өзінен алимент алып таста деген бар ойы соны. Сен өзің бала үшін ешқандай бір үлкен нәрсе жасамадың, қалай алып тастаймын, саған қалай сенемін? Сен өзің баланы алып қашып жүрдің, қалай сенемін? Қанша төлесең де сол тұра берсін, алмаймын деген. Сол бір ерекісі бар, бала үшін осы алиментін аз мөлшерде төлеп отырады. Яғни осы уақытқа дейін қазірдің өзінде алимент мөлшері 20 мың теңге. Қазір алименттің соңғысы мынау басқа 2 жыл, 3 жылдың өзі 20 мыңнан басталып, бір 4-5-75, ары қарай соңында осы бір қазір Шымкент канал продюсері болып тағайындалғанмен 35 мың болып, соңғы бір осы 35 қып түсірген екен. Ол бала деген өзі ескерсе, мектеп меркінің өзінде 30